Армысыздар ардақты ағайын, назарларыңызда жаңалықтар, арна тілшілер бүгінгі күннің басы да маңызды деген ақпараттарын жеткізбек. Студияда тізгінші Даната Балқыбекұлы. Түркістан облысында 469 құрылыс нысаны заң бұзушылықтар анықталды. Былтыр жылдың қорытындысы бойынша Түркістан облысы аумағындағы 469 құрылыс нысаны заң бұзушылықтар анықталып, құрылыс салушыларға 325 миллион теңгеге жоқ айыппұл салынды. Аталған ауқал Түркістан облысының әкімі Нұралхан Көшеровке баяндалып, биылғы жылға нақты жоспарлар айқындалды. Толығырақ бейнематериалда. Былтырғы жылдың қорытындысы бойынша Түркістан облысы аумағындағы 469 құрылыс нысанында заң бұзушылықтар анықталып, құрылыс салушыларға 325 миллион теңгеге жоқ айыппұл салынды. Заңсыз салынған 40 нысанды мәжбүрлі бұздыру жөнінде сотқа талап арыз жолданып, оның 5-еуіне қатысты бұзу туралы сот шешімі шықты. Сонымен қатар түсіндіру жұмыстары нәтижесінде 16 нысан құрылыс иелерінің өз қаражат есебінен бұзылды. Жалпы облыс бойынша 1722 нысанның құрылысы басталып, мемлекеттік бақылауға алынды. Аталған ауқал Түркістан облысының әкімі Нұралхан Көшеровке баяндалып, биылғы жылға арналған нақты жоспарлар айқындалды. Өңір дамуына тұсау болып отырған заңсыз құрылыстармен күресті күшейткен аймақ басшысы заңсыздыққа тосқауыл қоюмен қатар бюрократияға жол бермеу жөнінде қатаң талап қойды. Жалпы мен қарсы емеспін құрылысқа бір нәрсе, бірақ ол заң талабында жүру керек. Бірінші мәселе бұл жерде заңдастыру құжаттарын біз реттету керекпіз. Жалпы заң талап бойынша, егерде нысаналы мақсатын өзгерту жер учаскесін болмаса, пәтері бар болса перепланировка жасау, 2 айда түпкілікті құжаты шығу керек. Архитектура бөлімі, жер қатынастар бөлімімен бірлесіп, нақты бір ай мерзім ішінде барлық аудан канцеляриясын көтеріп, қашан келген арыз, қашан шыққан, соның бәрін зерделеп шығуды тапсырамын. Цифровизациямен қосылып. Аудан қала әкімдері мен ауыл округ әкімдерін тұрақты түрде мониторинг жұмыстары жүргізуді тапсырамын. Облыстағы заңсыз салынған құрылыс нысандарын заң талабына сәйкес ретке келтіруді. Аудан қала әкімдіктері салынып қойған құрылыс рұқсат құжаттарын рәсімдеп беру практикасын тоқтатуды тапсырамын. Құрметті әріптестер, алдағы уақытта жаңадан заңсыз құрылыс нысандары анықталған жағдайда бірінші кезекте ауыл округ әкімдері мен аудан әкімдері салаға жауапты орынбасарлары қатаң түрде тәртіп шара көретінін ескертемін. Аймақ басшысы шекара аумақтарында, демалыс және рекреациялық аймақтарда өз бетінше құрылыс салуға қатаң тыйым салынатынына нақты ескертті. Сонымен бірге тек жазалау шараларымен шектелмей, заңсыздық қалып келетін жүйелі кемшіліктер жою қажеттігін айтты. Осыған байланысты құрылыс саласына цифрландыруды күшейту, жергілікті деңгейде шешім қабылдау мерзімдерін қысқарту бойынша нақты тапсырмалар берілді. Сонымен қатар, заңсыз құрылыстарға дер кезінде шара қолданбаған лауазым тұлғалардың жауапкершілігі қатаң қаралатыны ескертілді. Түркістан облысының мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасы басшысының міндетін атқарушы Тарту Байтұрсыновтың мәліметінше, 2025 жылы бюджет қаражат есебінен салынып жатқан 100 құрылыс нысанында заң бұзушылықтар анықталып, 121 құрылыс субъектісіне қатысты әкімшілік шаралар қабылданған. Нәтижесінде 103 миллион теңгеге жоқ айыппұл салынып, бірқатар құрылыс компанияларының лицензиялары бойынша жекелеген жұмыс түрлері тоқтатылды. 2025 жылдың 30 наурызында өзіңізбен аудан қала әкімдері мен облыстың басқарма басшыларының қызметтерін тиімді бағалайтын индикаторлар бекітілген болатын. Осы бекітілген индикаторлардың көрсеткіштерін 4-еуін орындау әрі қадағалау басқармаға жүктелген. Атап айтқанда, аудан қала аумақтарында мониторинг жүргізіп, заңсыз және заң талаптарын бұза отырып салынуда құрылыс нысандарының санын анықтап, шара көру көрсеткіші бойынша 344 нысан анықтау керек болғанбыз. Есепті кезеңде 369 нысанға шара көріліп, көрсеткіш 107,3%-ға орындалды. Екінші индикатор, сәулет қала құрылыс және құрылыс тәртібін бұзушылардан өндірілетін әкімшілік айыппұлдар бойынша 324 миллион 577 миллион теңге айыппұл салып, орындау көрсеткішін 127,3%-ға орындадық. Аудан қала ауылдық округ әкімдіктерінің белгіленген аумақтағы заңсыз және заң талаптарын сақтамай салынған құрылыстарды жасыру фактілері орын алған жоқ. Сондай-ақ 4-ші индикатор құрылыс аяқталған объектінің пайдалануға қабылдау актісіне қосалқы мердігерлерді заңсыз қосу бойынша 31 факті анықталды. Түркістан облысына заңсыз құрылыстармен күрес жаңа әрі қатаң кезеңге өтті. Облыс әкімінің талаптары
тәртіп орнатуға, заң үстемдігін қамтамасыз етуге және қоғам алдына жауапкершілік күшейтуге бағытталған нақты ұстаным. Заң үстемдігі орнаған жерде ғана қауіпсіз құрылыс, сапалы орта және тұрақты даму қамтамасыз етіледі. Түркістанда заманауи ана мен бала орталығы бой көтеруде. Түркістан қаласында Түркістан әлеуметтік корпоративтік даму қорының тапсырысымен 80 төсек орынға арналған заманауи перзентхананың құрылысы жүріп жатыр. Жоба Біріккен Араб Әмірліктерінің Абу-Даби қорының демеушілігімен жүзеге асырылуда. Алдағы бейнематериалға назар аударыңыздар. Түркістан қаласында Түркістан әлеуметтік корпоративтік даму қорының тапсырысымен 80 төсек орынға арналған заманауи перзентхананың құрылысы жүріп жатыр. Жоба Біріккен Араб Әмірліктерінің Абу-Даби қорының демеушілігімен жүзеге асырылуда. Облыс әкімі Нұралхан Көшеров құрылыс алаңына барып, жұмыс барысын бақылады. Бұл жобаның Түркістан халқы үшін маңызын атап өтіп, жауаптыларға тиісті тапсырмалар жүктеді. Ана мен бала денсаулығы біздің бас назарымызда. Өңірде демографиялық өсім жоғары. Сондықтан сапалы медициналық қызметтің қолжетімді болуы аса маңызды. Нысанның қасбет Түркістан қаласының сәулеттік келбетіне сай болуы тиіс. Құрылысы сапалы аяқтап, тұрғындарға мерзімде қолданысқа беру тапсырам деді облыс басшысы. Жобаның жалпы құны 8,13 миллиард теңге. Құрылыс жұмыстарын Иристайл Қазақстан жауапкершілігі шектеулі серіктестік жүргізуде. 3,13 гектар аумақта орналасқан орталықта ана мен балаға қолайлы жағдай жасалмақ. Бір және екі қабатты ғимараттың жалпы ауданы 17.288 шаршы метрді құрайды. Медициналық мекеме 4 блоктан 30 орындық жүктілік патология және босанған аналардың денсаулығын қарайтын 50 орындық бөлімнен тұрады. Барлық бөлмелер заманауи талаптарға сай жабдықталады. Әлеуметтік маңызды нысанның құрылысы 2025 жылы басталған. Қазіргі таңда құрылыс алаңына 109 жұмысшы мен 12 арна техника жұмылдырылған. Перзентхананы 2026 жыл тамыз айында пайдалануға беру көзделуде. Қазақстан Республикасы парламент сенатының депутаты, Қазақстан халқы ассамблеясы жанындағы журналистер мен блогерлер клубының төрағасы Әлішер Сатыбалдиев Түркістан облысының жұмыс сапары барысында Сайрам ауданында болып, жаңадан ашылған достық үйінің жұмысымен танысты. Кездесуде тағылымды ойлар айтылып, ынтымақ пен бірлік насихатталды. Алдағы топтамаға назар аударыңыздар. Қазақстан Республикасы парламент сенатының депутаты, Қазақстан халқы ассамблеясы жанындағы журналистер мен блогерлер клубының төрағасы Әлішер Сатыбалдиев Түркістан облысының жұмыс сапары барысында Сайрам ауданында болып, жаңадан ашылған достық үйінің қызметімен танысты. Кездесу барысында аудандық этномәдени бірлестіктердің төрағалары, Ассамблея жастар республикалық қоғамдық бірлестігінің аудандық өкілдігі, сондай-ақ Дінмұхамед Қонаев атындағы агротехникалық колледжі, Ерғали Сарманов атындағы агроэкономикалық колледжі, Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжінің студенттік ассамблея мүшелері қатысты. Сенатор өз сөзінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың Қазақстан жаңғырудың жаңа кезеңіне қадам бастатты сұхбатында айтылған ел дамуының негізгі бағыттарына кеңінен тоқталып, үкімет пен жергілікті атқарушы органдар жүктелген нақты міндеттер түсіндірді. Үрдіске сәйкес жылда депутаттар жазда қыстың күні өңірлерге аралап елді мекендерде халықпен кездесу шараларын өткізеді. Биыл осы жаңа жылдың алдында басталды бізде алтымен Астана қаласында. Одан кейін осы күнге дейін әріптестеріміз сенаттағы Әли Бектаев мырзамен және Мұрат Қадырбек мырзалармен Жетісай Сарыағаштан бастап 7-8 ауданды аралап кеп жатырмыз. Бүгін мен өзім Сайрам ауданына келіп, Сайрам ауданының жұртшылығымен кездесіп отырмыз. Бұл жердегі енді сенаттағы қауіпсіздік мәселесі бойынша комитеттің өкілі ретінде Қарамұрт ауылында ашылған өрт сөндіру бекетінің жұмысымен танысып, ол жердегі мәселелерді талқыладық. Жаңадан қабылданып жатқан персоналмен кездестік. Бұл енді жақсы бастама. Негізінен шалғайда алыста орналасқан негізгі өрт сөндіру бекеттерінен мамандар жетіп барғанша, мысалы өрттің алдын алу қиындыққа ұшырауы мүмкін. Ал енді бізде сол мобильді құрылымдар сол жерде ауылдарда болатын болса, оның барлығы біз қолдауымыз керек бұл жерде. Енді бүгін таңда енді әкімдік тарапынан соны қаржыландыру мәселесі жолға қойылып жатыр. Және ол жерде көргенде қажетті, мысалы жол бойында орналасқаннан кейін жол көлік апаттары болуы мүмкін, жолдың шегіндегі шөптер өртенуі мүмкін. Соған байланысты қажетті құрал саймандармен жабдықтау мәселесі де осы жерде талқыланған болатын. Одан кейінгісі енді бұл қуанышты жағдай. Өткен ассамблеяның 30 жылдық сессиясы барысында мемлекет басшысы ассамблея төрағасы тапсырмасына сәйкес бірқатар аудандарда
осы этнос өкілдері тығыз орналасқан аудандарда достық үйлерін ашу мәселесі қолға алынған болатын. Түркістан облысында тұңғыш достық үй Сайрам ауданында ашылып, бүгін қолданысқа берілген. Мен өзім келіп, осы жерде этнос өкілдерінің, жастардың, оның ішінде дайындалған концерттік бағдарламасына қатыстым. Сонымен бір қатарда осы парламенттің атқарған жұмыстары, ассамблеяның атқарған жұмыстары және алда атқарылатын жұмыстар бойынша пікір алмасу процесін жүргіздік. Сонымен қатар 2026 жылдың цифрландыру және жасанды интеллект жылы болып жариялануы, жаңа технологиялар дамытуға, мемлекеттік қызметтердің сапасын арттыруға және IT саласын ілгерілетуге бағытталған маңызды қадам екенін атап өтті. Парламентте қабылданып жатқан заңнамалық бастамалар жөнінде де мағлұмат берді. Парламентте бір ел бір мүдде депутаттық тобы бар. Өңірлерде бізде жергілікті мәслихаттарда достық, ынтымақ деген депутаттық топтар құрылған. Сол бойынша бізде вертикал қалыптасқан сұрақтар алынады. Және де басты мәселе осы өңірдегі азаматтар, оның ішінде өңірге келгенде жергілікті депутаттармен кездесеміз. Сол азаматтардың көтерген мәселелері бойынша алдағы уақытта барғанда енді қоржынымызды толтырып барып, сол жерде заңнамалық тұрғыдан ұсынылатын баптар болуы мүмкін. Немесе тиісті министрліктерге, комитеттерге көтеріп отырып, соны дереу орында шешу мәселелері айтылады. Енді қуанышты жағдай, бұрынғы сияқты майда жергілікті мәселелер айтылып жатқан жоқ. Елдік мәселесі, қай ауданға барсақ та жаңағындай идеология мәселесі көтеріліп жатқан. Жастарымызды дұрыс тәрбиелеу мәселесі, отбасы құндылықтарды дәріптеу мәселесі, міне осы тұрғыдан сұрақтар қойылып жатыр. Қуанышты. Әрине бұл мәселелер бойынша жұмысты алдағы уақытта жалғастыратын боламыз. Келелі кездесуде Сайрам ауданы әкімінің орынбасары Сержан Дүйсебаев аудан аумағында 39-дан астам этнос өкілдер тату-тәтті өмір сүріп жатқан ассамблея жанында 7 этномәдени бірлік пен келісімді нығайту бағытында жүйелі жұмыс жүргізіп келе жатқанын айтты. Сондай-ақ достық үйі азаматтық қоғам институттарын біріктіретін тың бастамаларға жол ашатын маңызды орталыққа айналатынына сенім білдіріп, жастарға шынайы сәттілік тіледі. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру азаматтардың денсаулығын қорғауға бағытталған маңызды жүйе. Аталған жүйе аясында тұрғындар сапалы медициналық көмекке қол жеткізеді. Дәл осы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аясында 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап бірқатар өзгерістер енгізілмек. Тілшіміз тарқататын болады. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру азаматтардың денсаулығын қорғауға бағытталған маңызды жүйе. 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап сақтандырылған мәртебесі бар қазақстандықтар міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аясында жоспарлы түрде медициналық қызметтердің кең спектрін ала алады. Қазіргі таңда жүйеде шамамен 17 миллион адам немесе ел халқының 82%-дан астамы сақтандырылған. Олардың 12 миллионнан астамы жеңілдігі бар санаттарға жатады. Ал шамамен 4,5 миллион адам жарналарды өздері төлейді. Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 2025 жылдағы 14 шілдедегі мәмс жүйесіндегі өзгерістерге қол қойды. Яғни бұл 201 бұйрық бойынша 2026 жылы 1 қаңтардан бастап мәмс жүйесіндегі өзгерістер өз күшіне енді. Бұл өзгерістерді, яғни сақтандырылмағандардың Д және де Е санаттағы азаматтардың мәртебесі туралы. Яғни қаңтардан бастап Д және де Е санаттағы азаматтарға жергілікті әкімшіліктің бюджетінен жарна төленетін болды. Яғни ауруханамызға қазір көптеген азаматтар келіп жатыр, олардың телефонына 1414-тен сообщение келіп жатыр. Яғни сіз сақтандырылдыңыз, сізге мәртебе берілді деп. Яғни бұл адамдар біздің Сайрам аудандық орталық ауруханасы бойынша 4570 адам Д санаттағы азаматтарға жатса, ал 1527 адам Е санаттағы адамдарға жатады. Бұл азаматтардың барлығына сообщение барған. Яғни олар автоматты түрде сақтандырылған мәртебеге ие болды. Оларға қазір январ айында уақытша статус берілді, 1 айға. Келесі феврал айында 3 айға сақтандырылған мәртебесі беріледі. Сонда бұл кісілер январ, феврал, март, апрель айында толық сақтандырылған мәртебеге ие болады. Ал 1 май күні егер бұл кісілер А санат, болмаса Б санат, болмаса С санатқа өтетін болса, бұл кісінің сақтандырылған мәртебесі жойылады. Олар сақтандырылмаған мәртебеге еніп қалады.
Сол үшін егер ДЕ санатта болатын болса, сол категорияда қалады, сонда застрахован болады. Жаңа жылдан бастап міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру пакеті едәуір кеңейеді. Оған қант диабеті, балалар церебралды сал ауруы, ревматизм және дәнекер тіндердің жүйелі зақымдануы секілді созылмалы аурулар енгізіледі. Бұл диагнозы бар науқастар дәрігер кеңесін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етілуін және емделуді толықтай сақтандыру жүйесі есебінен алады. Ал тағы да өзгерісі 2026 жылғы қаңтардан бастап тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көмек ретінде қант диабет ауруы, сал ауруының балаларға тән ауруы, ревматизм және де дәнекер тіндерінің жүйесінің зақымдану аурулары мәмс пакетіне енді. Яғни бұл кісілер бұрын сақтандырылмаған мәртебелі болып тегін дәрі алатын еді. Енді бұл кісілердің мәртебесі сақтандырылған болу керек. Дәрі-дәрмек беріледі, тек қана сақтандырылған мәртебелі болуы керек. Ал 2026 жылы мәмс жүйесінде төлемдер дербес төлеуші ретінде 4250 теңге төлем болып қалды. Яғни ең төменгі жалақы көрсеткішінің 1/4 еселенгенінің 5%. Бұл 85 мың ең төменгі жалақы көрсеткіш болатын болса, 5%, 4250 теңге болып табылады. Ал жеке кәсіпкер ретінде тіркелген азаматтар 5950 теңге төлем жасайды. Біздің қазіргі статистика бойынша Сайрам аудандық орталық ауруханасында 115.122 адам болатын болса, соның 91.159 адамы сақтандырылған. Яғни 79.2% сақтандырылған. Ал 23.963-і сақтандырылмаған, яғни 28% сақтандырылмаған. Бірінші қаңтардағы мәлімет бойынша. Жаңа өзгерістер емханаларды қаржыландыру жүйесіне де әсер етеді. Бір тіркелген азаматқа бөлінетін қаржы шамамен 1675 теңгені құрайды. Егер адам жыл бойы емханаға жүгінбесе, төлем мөлшері 80%-ға, яғни 1340 теңгеге дейін төмендейді. Бұл дәрігерлерді халықпен белсенді жұмыс істеуге ынталандырады. Әзірге айтпағымыз осы, зейін қойып тыңдағандарың үшін үлкен рахмет. Ұмытпағайсыз, біз естігенде емес, көргенде көкейге түйген жеткіздік. Байыппен Жалдық қашанда сіздердің еншілеріңізде. Бастысы бай, қуатты болайық.